Биыл ғана тек қана gozakуп.gov.kz сайтында из одного источника по несостоявшимся закупкам деген категорияда 500 мыңнан аса тендер тұр. Ешқандай конкуренция бәсекелес болған жоқ. Ішінде әртүрлі тендерлер бар. Товарлар да бар, қызметтер де бар, жұмыстар да бар, сомалар да әртүрлі. Кішігірім тендерлер бар, ірі тендерлер бар, орташа тендерлер бар. Сатып алу методтары әртүрлі. Бір жалғыз ценовка ғана емес, конкурс та бар ішінде. Сондықтан байқасаңыз, тендерлерде конкуренция аз. Сәлем, мен болашақ миллионерім. Бүгін біздің тақырыбымыз өте қызықты. Тендерде конкуренция бар ма деген маған жиі сұрақ қойылады. Себебі көп адамдар ойлайды, ой, тендерде конкуренция деген көп. Бізге қайдан тендер, бізге тендер жетпейді. Сіздердің барлықтарыңызға жауап бергім келіп тұр. Тендерге өкінішке орай, болмаса өкінішке қарай, ол менікі кінәлі емес. Тендерде дәл қазір конкуренция жоқ. Неліктен? Себебі адамдар тендерден пайда табудан қорқады. Тендерге қатысуға қорқады. Мына баста жалған ұғымдар қатып қалған. Тендерлер бәрі бөлініп қойған, тендерді ұту мүмкін емес, тендерді ұту үшін пара беру керек, тендерді ұту үшін бір дәулет туысқаның болу керек, болмаса тендерге қатысу үшін бәленбай миллион теңгең болу керек деген сияқты көп жалған ұғымдар мына біздің басымызда қатып қалған. Адамдар тендерге қатысудан қорқады. Олар ойланып отырғанда, олар қорқып отырғанда, біздер тендерге қатысып, жақсы пайда тауып жатырмыз. Тендерде өкінішке орай конкуренция өте аз. Тек қана gozakуп.gov.kz сайтында бір ғана тендерлік алаңда из одного источника по несостоявшимся закупкам деген бар. Ол из одного источника по несостоявшимся закупкам деген не? Деген сұрақ туындап жатқан шығар. Из одного источника по несостоявшимся закупкам бұл дегеніміз тендерге тек қана бірақ қана поставщик қатысты деген сөз. Демек, тендер ойнатылмай қалды. Негізі бұл механизм былай жүреді. Заказчик, мәселен, тендерді жариялайды. Тендер ойнатылу үшін кем дегенде 2 заявка керек. 2 поставщик қатысу қажет. 2 поставщик қатысы барлық талаптарға сай болған жағдайда, онда тендер ойнатылып кетеді. Бірақ егерде тендер жарияланса, бұл тендерге бір ғана поставщик заявка берсе, заказчик қайтадан тендер жариялайды. Қайтадан тек қана бір ғана поставщик болса, оны қайтадан жариялайды. Содан кейін заказчиктің заң аясында из одного источника по несостоявшимся закупкам деп, бұл тендердің жаңағы договорын, келісім шарттың сол тендерге қатысқан жалғыз поставщикке жіберу мүмкіндігі бар. Договор без приглашения дейді оны. Қарасаңыз, биыл ғана тек қана gozakуп.gov.kz сайтында из одного источника по несостоявшимся закупкам деген категорияда 500 мыңнан аса тендер тұр. Демек, 500 мыңнан аса тендерге ешқандай конкуренция бәсекелес болған жоқ. Ішінде әртүрлі тендерлер бар. Товарлар да бар, қызметтер де бар, жұмыстар да бар, сомалар да әртүрлі. Кішігірім тендерлер бар, ірі тендерлер бар, орташа тендерлер бар. Сатып алу методтары әртүрлі. Бір жалғыз ценовка ғана емес, конкурс та бар ішінде. Сондықтан байқасаңыз, тендерлерде конкуренция аз. Неге? Неге тендерден заң аясында пайда таппасқа? Неге заң аясында кез келген тендерді ұтпасқа? Неге здоровая конкуренция дейді ғой? Дұрыс бәсекелес болып жұмыс істемеске? Неге? Неге біз ұйықтап отырамыз? Неге біз жалған ұғымдарға қадалып отырамыз? Неге біз біреудің айтқан сөзіне еліктеп кетеміз? Неге? Неге біз әрекет жасамаймыз? Неге біз қаржылық сауаттылығымызды көтермейміз? Неге біз өзіміздің құқықтық сауаттылығымызды көтермейміз? Неге біз ойланып қарап отырамыз? Неге біз біреудің көтерілгенін жақтырмаймыз? Неге біз біреудің жақсы пайда тауып жатса көре алмаймыз? Неге біз сондай жақсы бір
кәсіпкерлікке, іскерлікке неге біз ұмытылмаймыз? Неге сіз бұл видеоны қарап отырсыз? Неге сіз госзакупта емессіз? Өзіңізге сұрақ қойыңызшы. Өзіңізге өзіңіз шынайы жауап беріңізші. Неге сіздің өміріңізде ойлағандай бір қаражат пайда жоқ? Неге? Неге сіз әрекет жасамайсыз? Неге сіз тек қана біреудің өмірін бақылап жүресіз? Бұл видеоның астындағы комментарийге жазыңызшы. Неге сіз тендерлік бизнеспен айналыспайсыз? Қандай қорқыныш сізде бар? Не сізді тоқтатып отыр? Неліктен дәл қазір сіз бұл видеоны қарап отырмай, неліктен дәл қазір сіз ноутбукпен болмаса компьютермен отырып, неліктен сіз заявка беріп отырған жоқсыз? Осы сұрақтарға комментарийге жауап беріңізші, өтініш. Мен сіздерге бұл рас па, рас емес пе, міндетті түрде жауап беремін. Сізде қосымша тендерге қатысты тағы да сұрақтарыңыз болса, мархабат қоя беріңіз. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, біздің каналымызға тіркеліп, колокольчикке міндетті түрде басыңыздар. Болмаса толық консультация алғым кеп тұр десеңіздер, онда WhatsApp-қа жазыңыздар. Біз сізге тегін тендерге қатысты толық консультацияны беретін боламыз. Біз бұл миф па, жалған ба, болмаса сіздің ойыңыз дұрыс па, біз сіздерге тек қана сөзбен ғана айтып қана қоймай, дәлелдеп береміз. Мен негізі фактпен сөйлейтін адаммын. Дәлелім бар болса, мен көрсетемін, айтамын. Жоқ болса, бұл рас деп айтамын. Бірақ көбінесе біздер бір болмайтын бір легенда, мифтарға сеніп кеткенбіз. Мінекей мен сізге айтып жатырмын, тендерде дәл қазір конкуренция жоқ. Бұған дәлел из одного источника, тек қана бір платформада, тек қана бір госзакуп сайтында 500 мыңнан аса тендердің конкуренция жоқ болғандықтан осындай из одного источника по несостоявшимся закупкам деп кеткені. Мен сіздерді келесі видеода асыға күтем. Келесі видеомыздың тақырыбы да қызық болады. Егер де сіздерде тендерге қатысты қосымша сұрақтарыңыз болса, мархабат қойыңыздар. Мүмкін сіздің сұрағыңыз біздің келесі видеомыздың тақырыбы болуы мүмкін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Және де ұмытпаңыз, әрекеттің түбі нәтиже, нәтиженің түбі береке. Бос отырмаңыздар, әрекетшіл болыңыздар.